видео выходит при поддержке титульного партнера чемпионата, Кубка, Суперкубка и сборной Казахстана компании Олимбет. Спасибо, Олимбет, что поддерживаете футзал Казахстан и футзал в Казахстане. Ақбалықовқа қарсы. Қақпамағына жақсы пас соққы Кайке есеп 1-0. Атырау матчтың 19-18 минутында есепті 1-0 қалды. Жаңа ойыншысы мұнайшылардың Кайке есепті ашты. Бүгінгі ойында да гол соғылмай ма деп уайымдаған едік. Кешегі 0-0-ден кейін Кайке Аледес осылайша чемпионаттағы 3-ші голын соқты. Атырау сапында осы қысқы трансфер кезеңінде Атыраудың Чураско, Филиппиню және Биыл Ақбалықовпен бірге. Ой, Биыл тамаша ойын. 1-1 есеп. Атыраудың басымдығы ұзаққа созылмады. Есеп тең. Кайкенің голына осылайша Биыл жауап берді. Кезекті голы бұл бразилиялық легионердің Ақтөбенің нағыз сұрмергені. Бұл жерде қарсыласты тамашалдап өтті. Павел Гамовтан айласын асырып жақын бұрышты. Боканың орнына Ақбалықов шықты. Иманалин ойынға араласты. Олег Кучинин сары қағаз алды. Филиппиню, Иманалин, Ақбалықов және Биыл төрттігі Ақтөбеде. Қақпаға соққы! Гол! Қайрат Иманалин есепті 2-1 қылды. Ақтөбе капитаны қанжығасын майлады. Биыл 37 жасқа толған Қайрат осылайша маусымдағы 7-ші голын соқты. Биылдың пасынан кейін алыс бұрышқа дәл соққы Лео Соуза командасын құтқара алған жоқ. Голы бар осы маусымда Қайрат Иманалин. Жетісуға. Атырау жылдам. Таразы басын теңестірді. Олег Кручинин 2-ші таймда бүкіл шаруаны тындырып тастады. Бірер минут бұрын сары қағаз алған еді. Қазір Олег енді гол соқты. 2-2. Міне, терезесі тең командалар деген осы шығар. Атырау алғашқы бет 1-ші таймда. Ақтөбе 1-ден таразы басын теңестірді. Қазір Ақтөбе есепті 1-0 қылған еді. Кручинин қандай ғажап голдың авторы атанды. 1-ден есеп 2-2. Атырау 5 ойыншымен шабуылын бастады. Алисын оңға қарай. Джоната Кручининге. Алға пас. Ой, жақсы мүмкіндік қазір. Атырау есепті 3-2 қылып тастады. Джоната бұл голдың авторы. Дәл қазір таблоға мән бермеңіздер. 3-2 есебімен алда тұрған Атырау мұнайшылардың 33-ші нөмірі. Ақтөбенің жаңа ғана қол жеткізген басымдығын жоққа шығарды. Бірінші соққыны Петр Панасенко кері қайтарды, бірақ артынша Атыраудың 33-ші нөмірі допта. 1 минут 52 секунд қана қалды. Асу керек. Альберт Ақбалықов. Альберт әзірше енді бабына ене қоймады, бірақ маусым барысында бабына еніп алса Ақтөбенің үлкен күші болмақ. Филиппинюға телесті, бірақ Бейсенбайұлы бос қақпаға соққы жасап үлгерген жоқ. Чураско 2 деп саусақпен көрсетті. Биыл соққы! Гол! Жарақат алған Биыл таразы басын теңестіріп тастады. 3-3 есеп. 1 минут 25 секунд қалғанда осылайша Ақтөбе есепті теңестірді. Бохум 1-ден, Биыл 1-ден алаңнан кетіп қалдым. Жарақат мазалап жатқаны анық. Бразилиялықты сол жарақатына ауырсынуына қарамастан қақпаға соққы жасаған. 3-3 есеп.
16 секунд уақыт бар. Алисон соққы, гол! Атырау есепті 4-3 қылды. Алисон пенальтиден Қанат Жеткірбаевтың қақпасынан саңылау тапты. Осылайша қоныстан 3 ұпай алып кетуге жақын. Жойқын соққы, Жеткірбаев доптың ұшу бағытын таба алмады. Асхат Көлбаев 5-ші ойыншы ретінде